Бля. Болғандықтан. Бля. 4 сүрі. Сәлем құрметті достар. Мен Акон Тажибаев. Бүгін мен өзім масса наборда болғандықтан, қазір өзім спорт питанияға барып, масса наборға қажетті спорттық тағамдарды сатып алатын боламын. Соны сіздерге айтып берем, көрсетемін. Онша кеттік. Достар, мен магазинге келдім. Осы жерде масса жинауға өзіме керекті спорттық тағамдарды алатын боламын. Және де әрқайсысына тоқталып сіздермен бөлісетін боламын. Ондайша. Бірінші очередь креатин жайлы. Креатин тек масса жинап қана қоймайды. Негізінде креатин денедегі суды көбейтіп, дәл солайынан мышцының да жақсы өсуін қамтамасыз етеді. Және де мен өзім креатинді штангада ішкен болатынмын. Өзімнің силовой показательдерім әжептәуір көтерілген болатын. Сондықтан да бұл топ бірінші спорттық тағам ретінде сіздерге кеңес беремін. Екінші орында спорттық тағам ол гейнер. Гейнер не үшін қажет? Масса жинауға, өйткені бұл сізге бір күндік көмірсудың нормасын орындауға көмектеседі. Мен гейнер ішкен кездегі салмақ қосу процесім өте жақсы болған, сондықтан да екінші орында бұл гейнер. Үшінші спорттық тағам ол БЦА. БЦА бұл аминақышқылдар. БЦАның құрамында 3 аминақышқыл бар. Ол сіздің тренировка жасалғаннан кейін бұлшықеттеріңіздің қалыпқа келтіруін қамтамасыз етеді. Сондықтан да мен үшін үшінші орында осы масса жинауға БЦА.